بسم الله الرحمن الرحيم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Көрші боп мұсылман тұрды яхуд, салтанат қонды арапқа дәулет бақыт. Ішінен жек көрсе де дәрмені жоқ, амалсыз келісетін келді уақыт. Пайғамбар олар менен шартқа отырды, соғыссыз, жаманасыз жаққа отырды. Өз дініңде қаласын, араздық жоқ, жау келсе бізбен бол деп тас қатырды. Бір қауым мұнафиқ бар, діні кәпір, былайша кәлимаға тілі батыл. Абдулла ибн Убай бастық еді, көкірек бек табансыз анық жәһил. Пайғамбар дінге зорлап соғысқан жоқ, соғыспен мүшриктердің оңысқаны жоқ. Отаннан бір дін үшін айырылғанда Меккенің бір мүшригі болысқан жоқ. Сол үшін Құрайшымен жауласуға, бұрынғы өткен кегін ауласуға, Узина лиллазина аят келді, Құрайшты өткен кеткен ауласуға. Вақатилул мушрикин, соғыс жаппай, бар мүшрик біріккен соң қарап жатпай, бірлесіп жауласқасын жау тұт деген аят кеп мүшриктерге жаман баттай. Яһудтер қиянат қып келісімге, айналды жауға көмек берісуге. Ва имма тахаффана, қауіп қылсаң, қиянатан болмаса сенісуге. Келді аят пайғамбарға, енді фанбиз, ойланбай оларменен шартыңды бұз. Пайғамбардың соғысы мына 5 шарт, кітапта онан басқа болмайды сөз. Әуелі Құрайшылар басынан жау, бұл маңнан өтпек емес керуені сау. Келісілмей болмаса дінге кірмей, олармен басылмайды жанжалмен дәу. Екінші яһудилер опа бермей, уағдасын кешегі өткен көзіне ілмей, жаулармен жақтасқасын бітіспеді, көшірмей өлтірмей я дінге кірмей. Үшінші Құрайшыға кім жақтасып, жауласа мұсылманмен жылқыл жақтасып. Пайғамбар олармен де бітіспеді, шешілмей сөз ортада бір жақтасып. Төртінші еврей яки насарадан, жаулықпен біреу басса босағадан, олармен соғысады дінге енгенше, болмаса жизия төлеп шашы ағарған. Мал жаны дінге кірсе аман қалсын, өткені ғафу болып тәмамдалсын. Дос та емес, жау да емес өзгелермен, тынышпыз десе қалай жамандарсың. Мінекей жауласудың шартын қара, тұтанған ортаға сай салтын қара. Сауатсыз пайғамбарды хақ деп танып, кезінде соңынан ерген халқына қара. Көрдің бе пайғамбардың қасиетін, түсініп ұққан кісі басы етін. Салауат сәлем айт білгеніңше, орында қолдан келген өсиетін. Аттириллахумма қабрахул кәрим بعرف شزيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Рамазан айында Хамза басы, мұхаджир 30 кісі айналасы. Кетіріп ақ жаулауды Әбу Марсад Құрайштың керуеніне шықты қарсы. Шамнан қайтқан керуенде Әбу Жахил 300 қолмен қорғанып келе жатыр. Ғис деген жерде бұлар қарсы шығып, соғысқа ыңғайланды апыл-тапыл. Мәжди деген бір кісі Жухайнадан тоқтатты екі жақты қақ ортадан. Мәждидің ісін құптап естігенде мақтады Расулуллах алейхиссалам. Шәуәлда Құрайштан шығып керуен, Убайда 80 кісі мұхаджирмен жолына қарсы шықты майдандасып, олардың жасағы артығы 200-ден. Атысса да жөнелді бәрі қашып, тықсырды мұсылмандар әруаға асып. Олардан 2 кісі дінге кіріп, қосылды мұсылманға шалқып тасып. Емшектес пайғамбармен Ибн Мазғун қаза боп жақын жуық қабір қазған. Бір тасты белгі қылып қойды Расул, хатта жоқ, аятта жоқ оған жазған. Туысым бір өлсе тағдыр жетіп, қабатына жерлеуге белгілетіп, отырмын деп мақсатын түсіндірді, жүрсіндер соңға уақытта еркін кетіп. Мәйіттің топырағы ашық болсын, мәрмәр мен темір әктас қашық болсын. Жөні келсе, жуытпа артық нәрсе, қар мен су салқын, самал нәсіп болсын. Асад ибн Мағрур нақып еді, ерекше пайғамбарға жақын еді. Нақыптар әр руға бас қойылған, сөздері өз қауымына мақұл еді.
Расулдың нақыптары 12 еді, алдымен қаза болды бұл екеуі. Жаңа туып хижрадан 2-ші жыл пайғамбар ғазауатты үндетеді. Азат дер шықса Расул қолда бастап, сәрия дер өздері шықса асхаб. Жай ғана жорық болса жетіп жатыр, шарт емес майдадасып соғыс ашпақ. Уаддан буат әшира бәдір болды, қол бастап пайғамбарым әзір болды. Керуендер бірінде де қолға түспей, тәп-тәуір мұсылманға жәбір болды. Жабыла жабдықталған жалпы Мекке, пайғамбар шықпап еді бұған текке. Абу Суфиян бастаған мықты керуен ұстатпай өтіп кетті Шам жақ бетке. Ибн Жахшты бас етіп 8 кісі, қолына қағаз берді жазулы ісі. 2 күн жүріп барып ашқын деді, жасырды жау болғасын кенттің іші. Айтқандай 2 күн соң ашса хатты, Нахлада бекін деген бұйрық жатты. Утба мен Саид ибн Абу Ваққас түйе жоғалтып олардан бөлек қапты. Нахлаға қалғандары барып жетті, сол кезде Құрайшының керуен өтті. Ұрандап 6 жақтан соғып шаншып, өлтіріп 1-2-ін тұтқын етті. Ражаптың ақыр күні болды бұл іс, бұл айда теріс қылық майдан ұрыс. Мұсылман харам айда соғысты деп, айыптап жаппай дұшпан көрді бұрыс. Пайғамбар, соғыс деген жоқ едім деді, Алтаудың төмен тартты беделдері. Алғашқы мұсылманның олжасы осы, тартып ап Құрайштан жегендері. Әниш шәһрил харами, харам айда, қиталин фихи, соғыс жарай ма? Соғыс теріс, алайда Құрайшылар өздерінің қылығына қарамай ма? Деген аят енгесін жеңілденді, жоғарға Алтауды да көңілденді. Жоғарға Алтауы да көңілденді. Тұтқынның бірі кетті алым төлеп, біреуі мұсылман боп сенім берді. Жан ашу жоқ жұқаға бізге парыз, ораза пітір закат болды парыз. Салауат сәлем жолдап қиямет күн, жарасар пайғамбарға етсең арыз. Аттириллахумма қабрахул кәрим, би'арфи шәзим мин салатин ва таслим. Аллахумма салли ва сәллим ва барик алейх. Аширада ұстатпай кеткен еді. Естілді Шамнан кері беттегені. Бұйырса ол осы жол біздікі деп, қосынға пайғамбарым леп береді. Көлігі әзір адам ерсін деді. Қаладан қалсын көлік жетпегені. Сонымен жасақ болды 313, мұхаджир ансар болып тектеледі. Қос атпен 70 үйе алғандары, керуеннің көңілге тоғы өтпегені. Есітіп Абу Суфиян арт шаптырды, құрыдық Құрайшылар жет дегелі. 950 қолмен Абу Жахил. Олар да бері қарай беттеп еді. Мүшіріктердің ісінен хабары жоқ, Расулдың керуені еді діттегені. Қос сахаба жан жақта барлап келді, болып тұр пайғамбардың күтпегені. Көпшілік қайтеміз деп кеңес салды, шешілсін сөзіміздің бітпегені. Дегенде Саид ибн Муаз тұрып, бастай бер не қылсаң да құп деп еді. Бұрылып Абу Суфиян басқа жолмен, құтылып құла дүзбен ызып береді. Қайтыңдар, бас ама деп кісі салды, алайда Абу Жахил түк демеді. Бәдірге 3 күн қонбай қайтпаймыз деп, өзгесін қорқытуды құп көреді. Жіберіп Зүбайыр мен Әлишерді пайғамбар жаудан хабар күткен еді. Екеуін айдап келді, шыныңды айт деп, сөзіне нанбай тағы да түткеледі. Шын айтса жалған дейсің, жалғанын шын, деп Расул ескертіп жай тіккемеді. Жасақтың санын анық айтта алған жоқ, сонда да ауыр міндет жүктемеді. Қанша түйе асады деді күнде, кейде 9, кейде 10 жеп келеді. Деп еді, олай болса мыңға таяу, кеттік деп жау жағына бет береді. Дұшпаннан төмен жерден бұлар қонып, құдық қазып су тартып сес береді. Осылай деп, жөн сілтеп ақыл айтқан Хаббабтың сөзінің қауым ескереді. Дұшпанға су шықпайды жоғарыда, бір нәрсе жасамаса босқа өледі. Олардан 3-еуі шығып жекпе-жекке шықсын деп Хашимиден хош көреді. Убайда ибн Харис, Хамза, Али жоқ еді осындайда бос келері. Убайда жазым болып 3 кәпірдің бәрі де дүниеден өшкен еді. Мазақтап аш
арық деп келгенменен жау жағы сұры қашып сескенеді. Әскері мұсылманның сапқа тұрып, пайғамбар қатарларын тексереді. Ей сауат, тұра тұр деп бір кісіні шыбықпен түртіп өтіп кеткен еді. Әділдікке жіберген Аллах сені қалайша қинайсыз деп өкпеледі. Пайғамбар қарнын ашып, кегіңді ал деп, бұл үшін ақиретте сөкпе мені. Құшақтап қарнын сүйіп, я Расулалла, тұрғасын мына жауға беттегелі. Әдейі қылғаным бұл, арманым жоқ, жөнелсем ақиретке сөкпе деді. Жасаққа ақыл беріп Расулалла бұйрықсыз шабуылға кетпе деді. Қоршап алса жебені жаудырыңдар, жабылса қылышыменен епте деді. Аллаға қайта дұға қылып, дұшпаннан бізді төмен етпе деді. Абу Бәкір, я Расул жетер деді, жеңерміз, Аллах қуат жеткереді. Сайюхзамул жаму деп аят келді, көп болғанмен жеңілер текке деді. Бір сағатқа жетпей-ақ дұшпан қашып, жеткен өліп құтылды жетпегені. Тұра қуып жетпісін тұтқын етті, жер қапты Құрайшының көптегені. Аммар, Билал екеуі қан майданда баяғы Умайяға дөп келеді. Баласы мен қожасын қоса шақты, ызасы екеуіне өткен еді. Бар еді жасөспірім екі бала, Ибн Масуд қосылып топқа енеді. Көрініп Абу Жәһіл анадайдан үшеулеп атой салып жеткен еді. Қаша алмай, масқара болып қорған алмай, қор болды көтере алмай боқ денені. Ұқба ибн Аби Муайт пен Назырды біреулер ұстап тұтқан еткен еді. Өлтіртті Расулаллах бұл екеуді, кезінде анық қасқой бектер еді. Ықыласпен айтқанға сәлем, Құдайым 10 дәреже жеткереді. Аттириллахумма қабрахул кәрим بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Бір шұңқырға Құрайшыны топтады, мұсылман мен өлгендерін қоспады. Айғай салды еруеннен шұңқырдың, қалай екен жаһаннамның шоқтары. Деді Омар, сөйлейсіз бе жансызға? Деді Расул, осығанда таңсыз ба? Қазір олар сізден жасық оқып тұр, жаратқанның жарлығынан қамсыз ба? Сүйіншіге екі адамды шаптырды, соңғы қалған мұсылманды шат қылды. Дін жаулары фитна қозғап шаһарда үрей қаптап тұрған еді, сап қылды. Қайтқан менен жауды жеңіп олжалы, талас туды олжа бөлу болжалы. Қулил анфилиллахи деген аят келді, Аллаға деп қайда бөлсе олжаны. Мұсылманнан 14 өліп қазатта, Құрайшыдан 70 кеткен тозақта, 70 адам тұтқыны бар қосымша, нетеміз деп асхабына сөз атты. Жалған тұтқан жағаласқан қауым ғой, қайда болса қарсы шығар жауын ғой. Деді Омар, өлтірсеңіз құп жақсы, демес едім туысқан ғой бауыр ғой. Абу Бәкір, я Расулым, алайда Алла жар боп жеңіп шықтық қалайда. Тәңір жаса тауфиқ табар бір күні, төлем алып қоя берсек жарайды. Деп еді Расул. Абу Бәкір, мысалың Ибрахим Халилге деді, ұқсадың. Ерген үммет ермегені Аллаға бәнден ғой деп тапсырғанын нұсқадың. Нұх нәбиге ұқсайсың деді. Ей Омар, кәпірлерді қарғап, Раббилля тазар, бір үйінде де қалтырма деп тапсырып, топан суын сонша күткен ынтызар. 4000 дирхам пидияға берсін деп, таппағандар 1000 дирхаммен келсін деп, хабар жетіп бастықтары Меккенің әміретті Құрайшыға білсін деп. Кек алғанша сабыр етсін, шыдасын, өлгендерге жыламасын, бодасын. Мұсылмандар пайдаланып кетеді, төлейміз деп асықпасын фидиясын. Бірақ бұған қарасын ба қауымы, тұтқын болған бөтен емес бауыры. Астыртын кеп азат қылу басталды, қараң қалды Құрайшының қаулы. Сауаттыға 10 баладан ұстады,
Оқыт жаздыр көзін аш деп нұсқады. Пидасына өзге төлем алған жоқ, өзі кәпір мұсылманның ұстазы. Нашарларын қинаған жоқ, кешірді, мұсылманның дәрежесін өсірді, аз күшпен ақ көпті жеңіп қорқытып, алаңдамай аяқта еркін көсілді. Әмір атты Әбу Суфиян баласы тұтқын түсіп сорлап қапты қарашы. Қотыр дирхам бермеймін деп ант ішіп, әкесінен ауырлап тұр жарасы. Мәдинадан Ибн Нұғман ансары, Меккеге барған Қағба болып ансары, байлап алып баласымен ауысты, Әбу Суфиян адамзаттың аусары. Зайнепті алған қолға түсті Әбул Ас, төлеміне 4 дирхамда табылмас. Анасының бойтұмарын жіберді, әкеме деп қалайша бұл танылмас. Пайғамбарым оны көріп босады, халқы мұнда әмір күтіп тосады. Өзің бар деп қайтарғын деп Зайнепті ап келуге кісілерін қосады. Меккеге ашылар алдында иман айтып, Зайнепті Расулаллах берді қайтып. Некесін жаңғартқан жоқ осы жерін, ғалымдар туысқан жоқ айтып-айтып. Ғалымдар тауысқан жоқ айтып-айтып. Сухайл ибн Әмір шешен еді, сөз сөйлеп ел бастаған көсем еді. Көбіне мұсылманның тілі тиіп, Құрайшыға мәртебесі өсер еді. Я Расул, маған берші мұның ісін, жұлайын екі жерден күрек тісін, Құрайшқа жүрсін тілін жалтақтатып, деді Омар, көрейік осысын күшін. Жаратқан әр кейіпті мақлұқатты, бүлдірсең сол кейіпті қарғысатты. Мені де есіркемес нәби ғой деп, жарылқаса ісінен жарылқапты. Тұрса да қазіргі ойың әлде қайда, тілінен бір кірерсің деді пайда. Пайғамбар өлген күні Мекке толып, діннен азар болғанда тілі майда. Сухайл, ей халайық деп тұрып, кім жүрсе Мұхаммедке құлдық қылып, ол өлді, кім құл болса бір Аллаға, ол тұр ғой төбемізде көріп біліп. Иннәке мәйетун, сен өлесің, бұрын оның соңынан жөнелесің деген аят Құранда бар емес пе? Мұны ұқпасаң қалайша көгересің. Құтила өлтірілсе, өліп қалса, ин қалаптым басқаңыз діннен танса, қод халат мин қаблихил расул, тәхқиқ бұрындар өтіп кетті нәби қанша. Сосын айтты, валлахи инни а'лам, білемін мына дінді емес жалған. Алданба Абу Суфиян бастығым деп, ішінде Хашимидің кегі қалған. Аллаға тәуекелі, діннің аман. Аллаға тәуекелі, дінің аман. Ендігі халифаң да емес жаман. Басынан шабамыз, кім мұртат болса, осымен менің сөзім деді тамам. Осылай Мекке қалды дінге мықты, хабары пайғамбардың рас шықты. Салауат сәлемді айт жамағаттар, мәулидің өздеріңе болсын құтты. Аттириллахумма қабарахул кәрим, би'арфи шәзим мин салати ва таслим. Аллахумма салли ва сәллим ва барик алейх. Валид ибн Валидте тұтылғанды, құн төлеп ағалары құтылғанды, барғасын ла илаха иллаллах деп көрсетті, хаққа мойын ұсынғанды. Құнсыз кеткір қайда едің құннан бұрын деп оған туыстары ашуланды. Қорқып дінге кірді деп айтпасын деп, иманымды сендерден жасырағымды. Деді ол жауабында, ақыр соңы қашып кетіп айласын асырғанды. Байрақдар қолға түсті, Сайып деген, тұқымы Шафиғи боп асылданды. Умайр Құрайшының шайтаны еді, Сафуанмен сыр сөйлесіп жасырғанды. Бала шағам болмаса Мұхаммадты өлтіріп тынар ем деп қасынғанды. Олар Уахаб балам тұтқын боп тұр дегенде Сафуан тұрып ашылғанды. Сен өлсең мен бағам деп уағдаласып, сендіріп әруақты айтып ашынғанды. Умайр кей нұсқалар Жұбайыр дер, осылай дау жарағын асынғанды. Ұзақтан Омар көріп аттан жұлып, мен саған көрсетейін басынғанды. Расулге кіріп барды жағаласып, Умайр қолда қылыш ашу жанды. Ей Омар, еркіне бер босатқын деп, пайғамбар көрсетпеді шошынғанды. Анайму сабахан деп сәлем берді, аузына сөз қосып қабыспай тосылғанды.
Сәлеміңді өзгертті-ау жаратқан деді. Сәлеміңді өзгертті-ау жаратқан деді, неге келдің, кімдер өшін қалды? Кімдерде өшін қалды? Балама келгенім бол, кеңшілік қыл, дегенде барлай қарап тосын жанды. Олай болса қолыңда улы қылыш, неге ап жүрсін шапсаң мұсылманды? Қарғыс атқыр көмегі тиді ме деп, Умайр осы жерде қысылғанды. Шыныңды айтшы дегенде бар осы деп, айтса да ары барада қысып жанды. Сафуан сөз байласып келіп тұрсың, сондағы көксеп жүргенің ісің қанды, дегенде аң-таң болды сөз таба алмай, білет деп ойлап ем осыншамды. Умайр кәлима айтып дінге кірді, кіргесін өз көзімен тосын халді. Өзіне дін үйретіп жол көрсетіп, баласы кәпір жанына қосып салды. Уқайыл Аббаспенен қолға түсіп, ел қатар бұларға да өсім алды. Не үшін төлем алып тұрмыз деді, әскерге мәжбүр болып қосылғамды. Сонда да қарсы едің ғой деді, Нәби жалғаннан ұялсаңшы есің барды. Құрайшқа кедей қылдың дегеніне, қалдырдың әйеліңе кесік малды. Біз өлсек те таршылық көрмейсін деп, қалдырған көмбеңізде неше мың қалды. Дегенде Аббас тіпті ауызы ашылып, жанымда жан жоқ еді деп есін танды. 17 Рамазан болды жеңіс, мұсылман жаратқанға десін хамды. Салауат сәлем айтып дуанды оқы, есіңе ал ек көзден сөнер шамды. Аттириллахумма қабарахул кәрим, би'арфи шадим min салати ва таслим. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.